Қазан айында Қарағанды облысы Қарағанды қаласында білім айнасы сайтының негізін қалаушысы, бас редакторы, педагогика ғылымының магистрі Қонтай Монтайұлы мектеп алды топ тәрбиешілеріне арналған тәрбиешінің кәсіби құзыреттілігі тақырыбында семинар-коучинг өткізді. Мақсаты тәрбиешілердің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту, шеберліктерін арттыру, тың идеялар мен шығармашылыққа бейімдеу. Семинар тәрбиешілердің бір-бірімен іс тәжірибелерімен алмасу кезеңінен басталды. Топтарға бөлініп, әртүрлі құрылымды сабақтар құрып, бір-бірімен ой бөлісті. Келесі кезекте Қонтай Монтайұлы 5 жастағы балаларға арналған қазақ тілі пәнінен ұйымдастырылған іс-әрекетті демонстрациялаумен жалғасты. Тәрбиешілер өз жұмысында кездесетін кедергілерін айтып, көптеген маңызды ақпараттармен бөлісті. Ұйымдастырылған іс-әрекет құру кезінде қолданылатын белсенді оқу әдістерін, рефлексия кезеңін жүргізудегі іс тәжірибесі көрсетілді. Семинар соңы тәрбиешілердің кері байланысымен аяқталды. Сауалнамаларында осындай семинардың маңыздылығы айтылып, семинардан алған жақсы көңіл-күй мен кәсіби шеберліктерін артқанын айтып қуана бөлісті. Астана қаласы білім айнасы Әсел Нұртайқызы. Қазақ тілі